Барларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода Түркия мемлекетіне оқуға қалай келуге болатыны жайлы айтып өтетін боламын. Өзімді таныстырып өтетін болсам, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің медицина факультетінің 6 курс студентімін. Яғни Қожа Ахмет Яссауи университеті ол бізде Түркістан қаласында, бірақ біз 6-7 курсты, яғни интернатураны Шымкент қаласында өтіп жатқан болатынбыз. Түркия мемлекетіне 2 семестрге ауысым бағдарламасы бойынша келіп отырмын. Бұл бағдарламаға және де шетелге қалай шығуға болады? Кез келген сіздің университетіңізде академиялық ұтқырлық болады, яғни сыртқы академиялық ұтқырлық немесе ішкі академиялық ұтқырлық болады. Ішкі академиялық ұтқырлық дегеніміз, яғни біз медицина мамандығы бойынша Астана медицина университетіне немесе Асфендияровқа, сол сияқты университетке ішкі ұтқырлық бойынша келсек болады. Яғни бір семестрге немесе бір жылға ауысып барып оқып келуімізге болады. Ал сыртқы академиялық ұтқырлық дегеніміз, яғни шет елдерге, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия сияқты мемлекеттерге жіберіліп отырады. Бұл бағдарлама толығымен қаражат шығынын өз қалтамыздан өтедік. Алайда сіз Erasmus бағдарламасы бойынша келетін болсаңыз, сол бағдарламаға қатысып тесттерін тапсырып келетін болсаңыз, онда сізге шығындарыңызға деп 1 миллион қаражат беріледі. Оған өзінің арнайы тесттерін тапсырып және де белгілі бір GPA балл керек болады. Мен бұл бағдарламаны қалай таптым? Яғни бізде негізі сайтқа арнайы жарияланып отырады. Біздің бірінші семестрде достарымыз кетті, солардан сұрастырып, кейін 2 семестрге бізде барғымыз келді. Сол бойынша қарап жүрген кезімізде IU International Instagramның сайтына арнайы хабарландыру шықты. Яғни сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Түркияға кетуге болады деген. Ол жерлерде белгілі бір қажетті тізім болды, яғни сіздің GPA балыңыз 3-тен асу керек, түрік тілін B2 деңгейінде білуіңіз қажет, өзіңізде паспорт, сол сияқты құжаттар болу керек деген. Құжаттың барлығын алып, өтінішті толтырып, Түркістан қаласына барып өткіздік. Сосын белгілі бір барғыңыз келетін университеттерді таңдайсыз. Яғни Түркия мемлекетіндегі сізді қабылдайтын университтер тізімін береді. Сол бойынша ізденіп, сабағыңыз, пәндеріңіз сәйкес келе ме жоқ па, соны да қарай отырып, белгілі бір университеттерді таңдайсыз. Ең бірінші біз Кожайели университетінен таңдаған болатынбыз, бірақ ол жақта жауап бізді қабылдай ала ма жоқ па деген жауап ұзақ мерзімге кешіктірілгені үшін біз екінші басқа университетті таңдадық. Яғни ол Ескешехир қаласындағы Осман Гази университеті болды. Яғни бұл кездейсоқ таңдалған шешім болатын. Қасымыздағы қызымыз осы жерге барайық, жақсы деген соң осы қаланы таңдадық. Негізі бұл Стамбул мен Анкараның ортасында орналасқан қала екен, және де бағалары бойынша барлығы тиімді болып табылды. Айтып өткенімдей, қаражаттың барлығы ұшу, барып келу, яғни бұл жерде жататын жеріңіз, тамақ, барлық шығын өз қалтаңыздан шығарылады. Соған дайын болып келуіңіз керек, қажет. Одан кейін біз бұл жаққа Стамбул арқылы келдік. Стамбулдан Ескешехирге автобус немесе поездбен келсеңіз де болады. Сол арқылы келіп университетке орналастық. Бұл жерлерде мемлекеттік жатақханаларға орналасу мүмкіншілігі бар болғандықтан мемлекеттік жатақханаға орналастық. Жатақхананың 1 айлық төлемі, яғни қазіргі бірінші келген уақытта 685 лира болған тұғын, ал екінші айдан бастап біз 765 лира төледік, яғни 13-15 мың теңгеге жақын. Яғни лираның курсы өзгеріп отырғандықтан 13-15 мыңға жақын болып келді. Жатақхананың алдында өзінің асханасы бар, ол мемлекеттік грантта оқитын студенттерге тегін, ал біз сатып алып жейміз. Яғни ол басқа жерлермен қарағанда неғұрлым арзанырақ болып келеді Түркияға. Сіз де осы бағдарламалар бойынша өзіңіздің университетіңізден сұрастырып, осы жаққа оқуға келсеңіз болады. Ал екінші бөлімде мен лор бойынша қандай операциялар жасалынды, бұл жақтың практикасы қалай, соны айтатын боламын. Одан кейін қазір біз акушерия-гинекология циклінде жүргендіктен кейін сол жерде қандай аурулар болады, қалай босануды көрдік, кесар тілігін қалай жасады, сол туралы видео салатын боламын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.